Баршаңызға қайырлы күн достар, мені YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің каналымда өте тойымды, өзі дәмді фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Ендеше достар, ыстық суымызды алдын ала қайнатып аламыз. Фунчозаға арналған лапшамызды ыдысымызға салып, үстінен ыстық суымызды құйып, 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Фунчозаға арналған лапшамыз дайын болғанша, бірінші етімізді соломка ретінде турап аламыз, және де майымызды құйып, қыздырып, бірінші етімізді жақсап қуырып аламыз. Қызып тұрған майымыздың үстіне етімізді салып, сарымсағымызды салып бірге қуырып аламыз. Соломка ретінде туралған пиязымызды да салып, үстіне дәміне қарай тұзымызды, қызыл бұрыш, қара бұрышымызды салып, 2 ас қасық соевый соусымызды құйып, етімізді жұмсақ болғанша қуырып аламыз. Өзімізге керегінше сәбізімізді алып, теркадан өткізіп, үстінен 3-4 тамшы уксусымызды құйып, араластырып қоямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай болгарскийімізді соломка ретінде турап алып, пісіп тұрған етіміздің үстінен салып, 5 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің фунчозамыздың лапшасы дайын болды. Артық суын төгіп тастаймыз. Ендеше үстіне біз сәбізімізді және салмамызды, огурцимізді, соломка ретінде туралған огурциді салып, жақсылап араластырып аламыз. Тәрелкеге салар кезде үстінен өздеріңіз қалауларыңызша көк пияз немесе укроптарыңызды салып, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер. Менің каналыма қолдау көрсетіп, лайк басып, комментария жазып, пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар.